Өте керемет болып шығады. Самсаның тестасын дайындаймыз. Ол үшін біз оның үстіне 1 жұмыртқа, сұйық май, 1 шай қасық уксус және де аздап суымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Иленіп болған қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз. Тынып шыққан қамырымыздан үлкен бір зуала шығады. Ол зуаланы жақсылап жұқалау етіп жайып, арасына ерітілген сары майымызды жағып, дәл осы видеодағыдай орап аламыз да 2 сағатқа холодильникке қатырып аламыз. Сосын самсамызды жасай береміз. Өте керемет теста қыздар. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.